Қостанай облысының диқандары егін жинауға кірісті. Науқанды мерзімнен бұрын бастағандардың бірі Арқалық қаласындағы шаруа қожалығы. Фермер былтыр 2000 гектар алқапқа қыстық бидай тұқымын екті. Одан қандай нәтиже шықты? Тақырыпты әріптесім тарқатады. Тобыл өңірінде бұрын сонда жаз ортасында егінге орақ түспеген ағайынды Сергей мен Дмитрий Гертнер қысқы бидайды қамбаға түсіру үстінде. Ауыл шаруашылығымен 20 жылда айналысатын олар бастапқыда дақылдың бұл түрін тәжірибе ретінде егіп көрді. Бірақ нәтижесі күткеннен асып түсті. Мұндай қадамға мәжбүрлі түрде бардық. Себебі біздің өңірде соңғы жылдары құрғақшылық белең ала бастады. Көктемде еккен егіннен қайыр болмайтын. Әрине, қыстық бидай тұқымдарын пайдалануда ғылымға сүйендік. Тың технологиялар пайдаландық. Әр учаскеден 1000 жарымнан аса топырақ сынама салынды. Бұл дақыл сан түрлі ауруға бейім, дегенмен қыста қажетті ылғал мөлшерін сіңіріп алды. Қысқы бидай 2000 гектар жерден жиналады. Түсімі гектарынан 20 центнерге жетуі тиіс деп болжайды диқандар. Егер мамыр айында жаңбыр жауғанда бұл көрсеткіш 2 есе ұлғаюы мүмкін еді. Мамандардың айтуы бойынша бұл қыстық бидаймен толық көшіп кетуге болмайды, себебі кейде шықпай қалу қауіп бар. Себебі сол моментте күн жылынып кетіп, кен қар еріп кететін жағдай болса, бұл сол уақытта көктеп шығып кетіп, жердің бетіне шығып кетуі де ғажап. Сондықтан тәуекел шараға болатын шара. Ал жазғы бидайдың жаппай ору науқаны 20 тамызда басталады. Биыл арқалықтық шаруалар 230 000 гектардан өнім жинап алмақ. Әйгерім Төлепова, Манарбек Қосқұлов, Қостанай телеарнасы.